осы нәрсені әлі қоятын шығар деп қарап отырып, енді мына музыкамен қайғырып тұрып, жылап тұрып, сен кәдімгідей көңіліңді айтып барасың ба? Енді бұны тыңдап, қарап отыра алған маған ыңғайсыз, шын айтамын. Мен шығып кете тұрсам бола ма? Баласаған осы бір пікір қосып жіберсем, мынандай ғой. Бұл жерде мына Дәкеңнің ашынып отқан әңгімесі де негізі бір жағынан орынды. Бағана үміткердің де негізі түсінігі мол адам екен, негізі риза болып қалдым адамгершілік тұрғысынан. Енді Бөжайға қарата енді ешқандай күйе жақпай, ол кісіні мен дұрыс жағынан түсінемін деген айтқан әңгімелерде мен риза болдым да. Және мынандай нәрседе Жансаяға ұнататын сезімін айтқанда қателік болды, бекерден бекер үміткерді әшейін қайтарғанда қателік болды. Бірақ мен осы жерде жаңа Ринатты бір жақсы дұрыс жағынан түсініп көруге әрекет жасағым келіп отыр да. Негізі бізде бір қызға екі жігіттің сезім білдіріп таласқаны негізі құпталатындай әңгіме ма деп ойлаймын. Өйткені шешімді соңында қызға берсек, қызға салсақ, ол адам қыз баласы өз шешімін таңдаса, ол бір құпталатындай әңгіме сияқты болып көрінеді. Сондықтан бір Бөжайты дұрыс жағынан бір қарастырсақ. Иә, Баласаған, осы жерде мен де бұл нәрсені құптаймын. Негізі екі жігіттің бір қызға таласқаны ол бұрыннан бар ғой, ел мақтаған жігітті қыз жақтаған дейді. Сондықтан қалай кімге бұйыратыны әлі белгісіз. Қанша жерден таныстық болса да ол екеуі де жұп емес. Біріншіден просто Ринат ағамның осы жердегі істей алмай кеткен нәрсесі, айта алмағаны өзінің ішіндегі сезімін. Бір нәрсе, Жансаяның бір ауыз сөзі себеп болды деп ойлаймын. Ол кісі айтқан болатын бәріміздің арамызда. Мен осы жердегі қатарымызда отырған қатысушылармен мен таныстыққа түспеймін ешқашан деп, серт ретінде деп айтсам да болады, солай айтқан болатын. Ал ол нәрсені Ринат соны көріп бата алмай жүрді да, содан кейін Дәулетпен таныстық басталып кеткеннен кейін неге мен емес деген нәрсе ішінде қалып қойды деп ойлаймын. Сол нәрседен айта алмай жүріп, Дәулетпен таныстық басталып кеткеннен кейін Жансаяға да сәл қызғаныш пайда болды деп ойлаймын. Ринат мырза, сіз өміріңізде көп адамға сыйлық бересіз ба? Әлде көп бермейсіз ба? Беремін. Қанша ең қымбат сыйлығыңыз, қанша теңге көлемінде болды? Есіңізде болма? 900. Мәссаған. Кімге бердіңіз, қандай сыйлық бердіңіз? Құпия. Кімге бергеніңізді айта алмайсыз? Демек ол сіздің бұрынғы әйеліңізге, әлде қызыңызға жүрген? Бұрынғы. Мәссаған. Жүректенді, кімге болмаса да қандай сыйлық бергеніңізді айтыңызшы? Алтын. 900 мың теңге көлемінде алтын бердім дейді. Мәссаған. Солай екен. Көңіл күйіңіз бәрі жақсы ма? Күшті. Не жаңалығыңыз бар? Жаңалық жоқ. Үміткеріңіз? Үміткер жақсы, дос кездесе алмады. Ой, бұл бірақ күшті екен, е? Иә, жақсы қыз. Сәлем баршаңызға, мен үйге келдім. Қазір тез тамақ ішіп, бір жерге баруым керек. Срочный тілектерім бар. Мен қазір үйге асығатын болдым, себебі үйде мені Гүлнұр күтіп отырады. Бақыттымын ғой. Қуаныштымын ғой. Бұрында депрессияға кіріп, Гүлнұр кетіп қалған кезде. Қазір менен бақытты адам жоқ. Иә, қазір вместе дейсің ғой. Иә, Құдайға шүкір. Иә. Сол біз квартира снимать еттік, квартираны көрсетпей қойма. Ертең көрсетейін, иә? Бүйтіп қойын, типа, деп интрига ма? Просто ертең мен занавеска заказ бердім, тараздан занавеска алып келеді. Соны үйіміз уютный болып қалады деп ойлаймын. Сол гүл занавеска деген сияқты сосын көрсететін боламыз деп тұр. Құрметті көрермен, сіздер қалай ойлайсыздар? Дәулет студияға қайтып келе ме? Ол не себепті шығып кетті? Жансая неге үнсіз отыр? Жансая болашақта кімді таңдамақшы? Ринаттың сезімі шынайы ма? Ең қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Жалғасы келесі видеоларда.
гүлдердің қасында гүл болып кетем бе екен осы. Ассалаумағалейкум достар және Алматы қаласының тұрғындары және қонақтары. Біз бүгін мегафиш келетінің осындай дәмді балықтар, мынандай азарды жақсы, әдемі шашлик заказ беріп, осы жерде қазір тамақтануға жайымыз бар.